Саламатсыздар ма? 4-ші сынып оқушылары. Бүгінгі біздің сабағымыз қазақ тілі. 126-127 сабақ. Тақырыбы мәңгілік елдің болашағы. Шылау. Шылау туралы видеороликке назар аударайық. Аға, үйрек пен аққу не істеп жүр? Үйрек те, аққу да балық аулап жүр. Аға, үйрек пен аққу дегенде пенді бірге жазамын ба, бөлек жазамын ба? Дана, егер сен мен, бен, пенді қалай жазарыңды білмесең, оларды және сөзімен ауыстырып көр. Егер ауыстырғанда ештеңе де өзгермесе, онда ол шылау, бөлек жазылады. Ал сөздер байланыспай қалса, ол қосымша болады да бірге жазылады. Үйрек балықпен қоректенеді. Мен түлкі мен тырна деген ертегіні білемін. Түлкі және тырна. Бөлек жазылады, демек шылау екен. Суды құмырамен берді. Құмыра және берді деуге болмайды екен. Демек бұл қосымша, бірге жазылады. Иә, дұрыс айтасың. Ал сен басқа бірдей дыбысталатын шылаулар мен қосымшаларды ажырата аласың ба? Да, де, та, те тіркескен сөздерге кімде, неде, қайда деген сұрақтар қойып тексеруге болады. Осы сұрақтардың біріне жауап берсе, онда бұлар қосымша болады, демек бірге жазылады. Мысалы, аққу көлде жүзіп жүр. Түлкі торда тұр. Бүркіт таста отыр. Егер сөздер ол сұрақтарға жауап бермесе, онда олар шылаулар болады да бөлек жазылады. Мысалы, пілде, су сиыр да, ірі жануарлар. Кімде, неде, қайда? Ешқайсы келмейді екен. Сондықтан бұлар шылау, бөлек жазылады. Маме, бабе, папеге келсек, олардың қосымша немесе шылау екенін ажырату тіпті оңай. Сөйлем сұрау мағынасында болса, ол шылау деген сөз. Бөлек жазылады. Дана, сен қоянды ұнатасың ба? Иә, ол сүйкімді. Ал сұрау мағынасында болмаса, онда ол қосымша, бірге жазылады. Мысалы, аққуды атпа. Ол киелі құс. Аққу өте әдемі әрі нәзік құс екен. Міне, қараңыз, суретінде салдым. Оқушылар, әрмен қарай оқулығымыздағы 117-ші бетті ашып, 32-ші жаттығуды орындайық. Оқыған мәтін бойынша тірек сөздерді пайдаланып, мәңгілік ел болашағы тақырыбында эссе жаз. Тірек сөздер: мәңгілік ел, ата-баба арманы,
болу, мұратымыз, аға ұрпақ өкілдері, күш, бірлікте, тіл, салт дәстүр, кейінгі буын, сақтау, болашақ. 34-ші жаттығу. Өлең жолдарын оқып, жатқа жаз. Қыспа, мейлі жазба. Жерді орынсыз қазба. Мейлің киіп жүрсің бе, жұрт алдында күрсін бе. Әрмен қарай. Есте сақта. Да, де, та, те. Шылау болса, атау септіктегі сөзбен байланысады да бөлек жазылады. Мысалы, күн де жылынды. Көк те шықты. Да, де, та, те жаты септік жалғауы болса, өзі жалғанған сөзбен бірігіп жазылады. Мысалы, мал қорада тұр. Мен, бен, пен шылау болса, бөлек жазылады. Мысалы, қағаз бен қалам алды. Мен, бен, пен көмектес жалғауы болса, өзі жалғанған сөзбен бірігіп жазылады. Мысалға, мен әкеммен сөйлестім. Есімізде сақтап, ереже дәптерімізге жазып алайық. Әрмен қарай 37-ші жаттығу. Мәтінді оқып, жақшаны ашып, мәтінді көшіріп жазып аламыз. 38. Ребусты шеш. 39-ші жаттығу. Кестені толтыр. Бөлек жазылатын шылаулар, дефиспен жазылатын шылаулар, жалғаулар мен тұлғалық ұқсастығы бар шылауларды жазамыз. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.